Ағайын той басталды келіңіз, ықылас қып ниет қып көппен бірге еніңіз. Қазақ атты елімнің құдыретін тануға, ұрпағыңның жасаған ұлы тойын көріңіз. Мән мазмұны халқымның көрінеді ғұрпынан, жақсы тәлім күтеді еліменен жұртынан. Бабалардың дәстүрін бар жанымен білуге, жастығымның қызулы жалынымен ұмтылам. Еркіндікті сүйетін ер мінезін танытқан, жастарымның жігерін жыр қайратқа жанытқан. Ата жұрттың салтымен жүректерге жолдауып, кешендік пен мәрттікті ұрпағына дарытқан. Құрып тәлімін қаныменен қалдырған, қазынасы халқымның балдан дәкеттай балдырған. Көзегесін елімнің көңілімен көгертіп, қасіреттің қамалын қасиетпен алдырған. Төрле қош келдің ұлыс күнім төріме, жер кеңідік кең тыныс ала келдің жеріме. Құт береке ырысбай дарытқалы келдің сен, ала келдің бейбіт күн тыныштығын еліме. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар, бүгінгі тойымызға қош келдіңіздер. Той құтты болсын, бір қошемет салып қояйықшы ағайынды. Тойдың басы шапалақпен, тамаша шаттықпен басталсын дейміз. Ал енді олай болса, барша Ағдақ Сарханның басындағы құрметті қонақтарымызға алғы сөзді амандықпен бастағанды жөн көріп отырмыз. Мінекей ақтарып асыл сөздің алтын кенін, ежелден сәлем беру салтым менің. Ағайын алдыңа кеп той бастадық. Ассаламу алейкум, тойға келген халқым мен деп бір амандас қояйық ағайынсыздар. Олай болса, мінекей пайғамбардың құлы Мұхаммедтің үмбеті, әрбір жұмыр басты пенденің адал ниеті, әппақ арманы, ол ұлын ұяға, қызын қияға қондыру болатын болса, бүгінде осы әулеттің үлкен ағаларымыздың, жеңгелеріміздің де тамаша адал ниеті орындалып жатқан жай бар. Олай болса, мінекей жол мұраты жету, қыз мұраты кету демекші. Мынау жалпы екі елдің арасын жақын қылып, құда қылған қыздан айналайын дейді, астында мен келтірген тұздан айналайын дейді. Сол секілді мінекей құда болып жатырмыз, құдағи болып жатырмыз. Құда құрдасындай, құдағи сырласындай демекші. Ең алдымен бүгінгі тойымыздың басты себепкері десек те болады. Барша екі әулетті жақын қылып, туыс қылып отырған, ең алдымен баршаларымыз орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, шапалақты ұрып, бүгінгі қыздарыңыз, Лаура қыздарыңызды қошеметпен, құрметпен ортаға шақырып қояйық ағайын. Шапалақ қошеметтеріңіз Лаура қыздарыңызды.
бәрекелді. Мінекей қалың қыздар кіріп келген кезде байқамай қалдық кәдімгі қайсы Лаура деп іздеп жатырмыз. Лаура биші болып өткен бе деп қоямыз. Оказывается, осындай болып шығады екен. Ал енді мінекей осындай бір әулеттің, бір шаңырақтың қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген Лаура қыздарыңыз бір қошемет шапалақ соғып қойыңыздар. Ай десе аузынан келмесек көзі бар. Ал енді мінекей құрметті қонақтар, арудың қапалысын азалсын, жырыңмен жұбатпасаң жазалсын дейді. Той менен дастархансыз өткен өмір, өнерге саналмайды қазақ үшін деп, қазақтың қазақтығын танытып, осы бір тамаша әдемі ару қызымызды бақсы қолына қондырып келіп отырған бүгінгі мынау пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған дейді. Сондықтан тағы да қошеметпен күйеу балаларыңызды ду қол шапалақпен той төріне шақырып қояйық. Қанекей келіңіздер, Лейла ұлдарыңыз қанекей шапалақ. Şapalak hareket Kerem'in jigitler Bana biz jigitler Harbanlay bizim jigitler Alendelinler Baksı қолына қондырып жатсын Роза гүлі осындай махаббаттың нышаны ел куә болсын шапалақ қошеметтеріңіз қатып өтіп қойсын. Қанекей бәрекелді. Ал енді құрметті қонақтар, тағы сіздердің аса бір қошеметтеріңізбен бүгінгі жастарымызды той төріне өзінің құтты орнына жайғастыруға рұқсат ағайын. Төрлетіңіздер, той құтты болсын, бақытты болыңыздар. Шапалақ қошемет ағайын. Бәрекелді құрметті қонақтар, жайғасайық, орналасайық, бүгінгі той қызығын тамашалайық ағайын. Төрлетіңіздер. Бәрекелді, мінекей құрметті қонақтар, бісміллә деп бүгінгі тойымыздың тамаша бастауы болып жатыр еді. Мынау құрметті қонақтар, алдағы астаны, дәм-тұзданы алып шып жеп отырыңыздар. Дәм алып, дем алып, бердіққаның бәріне жеп алып отырыңыздар. Ал енді келген қонақтардың бірден жағасынан алмай, бірден тілекке көшпейік, тамаша ән шашымыз болсын, бүгінгі той бастарымыздың тамаша әні болсын. Келесі осы барша ақ жауапты аналардың, ақ самайлы әжелердің құрметіне бір тамаша әнімізді тарту дейік. Білгендеріміз қол соғып отырайық ағайын, білмегендеріміз тамсанып ән салып отырайық. Ал енді олай болса көппен көрген ұлы той дейді, қосыла шырқап отырайық ағайын. Астарыңыз дәмде, құлақтарыңыз тамаша әнде болсын. Барша аналардың құрметіне. Анашым шалдып күлсем, алдымда ұзақ жүрсем, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, көңілі ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
тосқан тұлпарыма анашыл шалқып көрсем алдымда ұзақ жүрсем жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Барша ақшалықтан аларға бір қошемет салып қойған аналардың құрметіне. Бәрекелді, қалай болса мінекей қонысып бұл қазақтың күні тойсыз өтпеген дейді. Бірін-бірі батыр дейтін елден біз дос түгілі дұшпанда сөтпеген дейді. Олай болса мінекей бүгінгі торқалы тойымызда мінекей тамаша әнмен, сәнімен, биімен бастап жатқан жайымыз бар. Дегенмен де тойымыз әлі шынымен де нағымен де басталған жоқ дейміз. Өйткені алдымызда нағыз той бастарымыздың бүгінгі тойымыздың бастауының куәсі болар. Ортаға шақырған болсақ, бұл жастар да енді ортаға шақырайық. Той бастарды деп той иесінің арнайы тартуы, той бастарды ортаға шақырып қойып ағайын. Ал бүгінгі той иесінің арнайы сый-сияпаты той бастар, сіздердің қошеметтеріңізге мінекей қошемет, шабалақ сауып қойыңыздар ағайын. Жұмыс болсын деп арнайы той бастарды мінекей қазақта салт дәстүрмен шақырған боламыз. Қазір ғанекі тойдың басында той бастар әнін тамаша әнмен шырқадық. Ендігі кезде құрметті қонақтар мінекей ақтарып асыл сөздің алтын кенін дейді. Олай болса тамаша сөзін, тілегін, ақ ниетін арқалап келген құрметті қонақтарымыз бар. Әрине көпті көрген көш бастайды деп осы әулетіміздің үлкен аталарына, әжелеріне, ағаларына тілек бергенде жөн көріп отырмыз. Олай болса тағы да сіздердің қошеметтеріңізбен тілек алаңына, асабаның алаңына осы әулетіміздің үлкен атасы Дәулетбек атамызды және әжелері Бәтеш, Бикеш, Күләш әжелерін, сонымен қатар осы аяулы ардақты анасы Райхан және ағасы Ғайдар, жеңгесі Әлия атты қонақтарымызды той түріне шақырып қойайық. Жақсы оны ортаға билеп келеді, қанеке билеп ортаға шақырайық. Бәрекелді, ассаламағалейкум. Амансыздар ма, той құтты болсын. Билеп кел дегенде кәдімгідей жүрістеріңіздің өзі би секілді. Ал енді үлкен ақсақалымыздан аузы дуалы, иманды атасынан бастайық. Құрметті қонақтар, тыңдалмаған сөз жеріндейді, сондықтан атамыздың ақ батасын. Ағайындар, құда жаттар, түгілер тілектес бап келіп өткен тойға жалпы қауым. Кәріңіз бар, жасыңыз бар, бәріңізге мың сәлем. Алла болса қызық, бәріңізге дастарханыңызда бола берсін. Мынау менің сияқтың тұлпары дейді ғой. Үлкен балам бар еді Әсен деген. Соның бір қызы бар еді. Соны мынау қызым, немерем ясына школа отыр. Әкесі көрмеген қызықты біздер көріп, онасы Райхан көріп, күл ағайын, ағалары, туған туыстары бәрі көріп отырмыз. Алланың бұйрығы солай, қалауы солай. Мынау Ринат деген Линард деген балаға көңіл қосып, Алла тағала алдымызға келдік. Ұлты болғанменен жүрегі бір көңілімізге ұнады. Менің айтатын ақыным жастарға, бала жүрегі кімді қаласа, соған не болмаңдар, кедергі болмаңдар. Басымыздан әлі төр өмір кештік. Оның адамгершілігіменен, сана сезіміне қараңдар.
ертеңгі күнді болжаңдар. Арттағы ата-аналарын жұрттың бәрі сыйлайтындай болса, жігіт сонда жігіттің төресі болады. Я өнекей балам қызының алтын жияғы алтын жияғы көрілмей кеттім құлыным арманда. Сен де керек болдың о жылғанға, артында қалдырып екі балаңды, артында қалдырып анаңды. Алла тағала сіздерден болсын, біздің панамыз Алла тағала сендерден болсын, біздің панамыз болсын Алла. Я Раббым Алла, ортқанда жолдарың болсын, жолдастарың қадай болсын. Шаңырағың биік болсын, берік болсын, қайда барсаң жол болсын. Алла еліңе қалаулы, халқыңа ардақты болыңдар, еңбекті жемісті табысты болыңдар, үлгілі семья отбасы болыңдар. Сабырты бүгілгі сары алтын деген жас уақытта адам ұл болсын, қыз болсын, шұқалақ мінез болады, жастық 25-ке дейін. Сол біріңді-бірің сабырмен тоқтатып, ертеңгі күнді ойлап, Алла бүгін қошса, сол Алла тілеп сендерге қошты. Сондай сендерге Алла тағала несібеменен бала шаға береді, естеңде болсын. Біріңді-бірің кешіре біліңдер. Біз айтамыз, үлкен адамыз, айтамыз әйелдің жолы жіңішке, пайғамбарда айтқан жұмақ әйелдің табанының астында деген. Ол жай айтылған сөз емес. Үйдің иесі еркекпіз деп, азаматта жас болсын, үлкен болсын қоқаңдаймыз, ол да дұрыс емес. Үйдің негізгі иесі әйел, үйдің несі ұқсатушысы, өйткені семьясының қамқоры, бәрі соның қолында. Әйел еркектің қолы. Айтқанда жүріп, дұрыс жөнмен жүрсе, тәрбиелесе, сол бірінде-бірі сыйласып, Алла ғұмыр жастарың ұзақ болсын. Жамбыл атамның жасын берсін, Абай атамның басын берсін. Елін елеулі, халқына қалаулы, екі жақта бірдей атын салып, біздерді картайғанда сағындырмай келіп тұрыңдар, бізге бар керегі сол ғой болыңдар. Аман болыңдар, Алла жар болсын, бақытты ғұмырлы болыңдар, Алла. Құдағдағилар, мынау тойымызға келіп отырсыңдар, бәріңізге рахмет. Мынау Ленар менен Лауркамыз екеуі бастарын қосып отыр. Бақытты болсын, ғұмыр жастары ұзақ болсын, босағалары берік болып, бақытты болсын. Жақсы осы Қазақстанның семьясы атақты жемісті болсын нелері. Бақытты болсын өзі, жапытымыз. Ал құрметті құда-құдағилар, қадамдарың құтты болсын, қадамдарыңа гүл бітсін. Лаура, Ленар, сендерді бүгінгі үйлену тойларымен құттықтаймын. Екі жаққа мейірманды болыңдар, бақытты ғұмырлы болыңдар. Әрқашанда бір-біріңді сыйлап өтіңдер. Бақытты болыңдар. Халықта құдағилар, мына Ленар мен Лаураға арнайы ұлақтан бастап көп тілек айтып жатыр. Сол тілектер бәрісі қабыл болып орындала берсін. Бәріңізге рахмет, осындай тойға жиналып, ағайын туыстар, алыстан жақындан келгендерге. Ленар, Лаура, өмірде бақытты болыңдар, жұмыста табысты болыңдар, дастархандарың осылай майлы, көңілдерің жайлы болып, үйлерің толған балаға болсын, қорларың толған малға болсын. Енді өмірлерің қызық қуанышпен өтсін. Какой счастливый день сегодня в жизни вашей. Какой счастливый день. Дети мои, я хочу действительно своими словами теперь
Я хочу вас поздравить с вашей новой зародившейся семьей. Будьте счастливы, будьте всегда по жизни. И уважайте действительно и не забывайте нас, родителей, стариков уважайте. И нам, конечно, побольше деток. Мы их ждем, хотим, видим. И вот, всего вам хорошего. Живите дружно, счастливо и долго-долго. Больше мне лично ничего не нужно. Құрметті ата, әже, тәтелер, құда-құдағилар, бүгінгі қуаныштарыңыз қайырлы құтты болсын дейміз. Ал сүйікті Ленар, Лаура, сендерге не тілейміз? Ашық аспан, мол бақыт, барлығы да ойдағыдай болсын. Мынау үлкен аталарыңыз, әжелеріңіз аман болсын дегенде, дастарханның басында отырып сендерге баталарын бере берсін дейміз, жақсы тілектерін. Сол өмірлеріңіз бау-бақшадай гүлдене берсін. Бақытты болыңыздар. Алина, мен айтқаныңыз келсін, тойдың естелігі болсын, бір суретке түсіп қойыңыздар. Ақ тілектеріңіз мінекей, ақ баталарыңыз болып жатыр. Мынау енді той болғаннан кейін тойдың басыны тамаша тілекпен ашып беріп жатсыздар. Болды па? Ал енді мынау бүгінгі той иесі қазір ғана осы жерде жүрген жеңгелеріміз маған бір пакет приз әкеліп берді. Соны енді қонақтарға бер дейді, оны тегінен тегін бермейміз. Дегенменде сондықтан осы әжелерімізден қолға салғанды жөн көріп отырмыз. Бүгін қуаныш, бүгін той деп жатырмыз, сондықтан кішкене көңілдірек болайық. Ал енді әжелерден бірі ән шашу болса, қонақ кәде болса дейміз ғой иә. Ал енді қошемет соқпайық, әжеміз дайын екен ғанекей. Әжеге көңіліңізді көтеріп, барша қонақтарымызды бірі әнмен әрлеп қойсаңыз ғанекей. Группа поддержка болады. Ал қошемет соқпайыңыздар. Бұлбұл қыз туған жерден гүл іздейді, құштарын көтерімнен бір іздейді. Келесің гүл бөлеркен көз алдыма, өзіңді мен іздемей кім іздейді. Арына махаббаттың шырай керек, шын сүйген азабына шыдай бөлер. Ән айтам арнап саған айма деп, әдем-ау мені сүйсем мұңайма деп. Арманымның нары, ақын жанның жары, жастық шақтың сары. Әдем-ау көңілімнің жазы, өмірімнің сазы, қайда жүрсің әдем-ау. Көңілімнің сазы, өмірімнің жазы, қайда жүрсің әдем-ау. Өзің ғой өміріме сән бергенде, дүниеде саған ару теңгергенде. Келесің гүлмө беркем көз алдыма, аққайың самал желмен тербелгенде. Арманымның нары, ақын жанның жары, жастық шақтың сары. Әдем-ау көңілімнің сазы, өмірімнің жазы, қайда жүрсің әдем-ау. Көңілімнің сазы, өмірімнің жазы, қайда жүрсің әдем-ау. Бәрекелді қошемет соқпаңыздар, Бәтеш әжеміз. Ал енді мінекей, мынау ұлыңыз ер жетіп, Қабылан болсын, қызыңыз ер жетіп, Бағылан болсын. Сіз осындай өлең айтқан кезде Алматыдағы Роза Арынбаева әдірән қалсын деп қояды. Алып Пугачева Абылан болсын деймін. Ал енді мынау осы бүгінгі кешке өлең айтады дегенді естіген кезде осы өлеңді естіп, алыстан естіп жатыр. Енді мен өлең айтпаймын, енді әшкейімді осы Бәтеш апама беремін деп Верка Сердючка сізге жолын беріп жатыр.
Қошемесін қойыңыздар ғанеки, бәрекелі той түрлі жайғасыңыздар, той қызығын тамашалаңыздар ғанеки. Төртіңіздер, салқында отырыңыздар. Осы тілектің құрметіне, осы жаңағы айтылған тамаша әннің құрметіне қойдыртып, алдыртып отырыңыздар, үрімгелеріңізді тағыстырып, соғыстырып отырыңыздар. Бүгінгі тойдың шарабынан, тойдың сусыннан алып отырыңыздар ғанеки, алып қойымыз. Баршаларымыз ғанеки бір кісіле алып қойық. Ал енді, олай болса, құрметті қонақтар, мынау жаңағы той иесі айтып жатыр, ыстық тағамда дайын деп, сондықтан тағамымыз дайын болғанша, тағы да бір ән шашуды сіздердің құрметтеріңізге ұсынайын. Бүгінгі тойымыздың шашбауын көтеріп келіп отырған, талай тойларға еңбегі сіңіп жүрген әнші ұлдарыңыз, сіздердің ұлдарыңызды құрметпен, қошеметпен ортаға шақырып қойып, тамаша ән сіздердің құрметтеріңізге. Бастап алдық. Ендігі кезек, құрметті қонақтар, ары қарай бүгінгі тілегімізді жалғастыра отырайық. Бүгінгі кешіміздің аса құрметті қонағы деп жатырмыз. Мына жал пайдалы ғой, армысың құдай дескен құдаларым, төрімде не десеңде құбаламын. Бірге жүріп, бірге тұрып, қызықтайық, өмірдің енді қалған нұр аламын. Сиғаси татиды екен сырабалға, құдайым қуат берсін сұрағанға. Ал келесі дост кезегін біз берейік, төрде отырған құдағи мен құдаларға деп отырып, бүгінгі осы әулетіміздің барша жаңа құдаларын той төріне шақырып қойып ағайын. Қошемет шапалақтарыңыз. Барша жаңа құдалар келіңіздер ғанеки. Жаңа құдалары. Ал құдаларымызға бейлі. Тойда тілекке топтап шақырмасаң боқтап келеді дейді. Сондықтан той иесінің арнайы сұрауы бойынша құдаларымызды жаңа құдалар тобы деп баршаларын шақырып,
Ал енді құрметті қонақтар, алдымен құдаларымыздың тілегін тыңдайық, содан кейін биін тамашалайтын боламыз. Ал енді арамыздан үлкен құдаларымыз, құдағиларымыздан кімнен бастайық? Қостайық. Әжесінен бастайық дейді. Ал, қошымен соғып қойыңыздар ғанеке. Тойларыңыз құтты болсын. Екі жасын адам болсын. Тілейтінім жақсылық, амандық, денсаулық, ашық аспан, еліміз тыныш болсын. Екі жақты бірдей сыйлайтын болсын. Тек жақсылық бола берсін, өмірлік шүбірлік болсын. Аман болсын, тілейтін денсаулық. Дорогие Лаура и Геннадий, я от всей души сегодня рада за создание вот такой красивой пары, чтобы вы свили гнездо крепкое, которое никогда не разоряли, жили, любя друг друга. Всего вам хорошего, живите мирно, любите друг друга. А Ленар, я тебе хочу почитайте своих родителей, дедушек, бабушек. Хочу, Ленар, тебе сказать, люби жену как душу, тряси ее как грушу, носи на руках, на шею Лаура сама сядет. Спасибо всем гостям, что праздник удался еще раз, так что вас всегда сопутствовала вера, надежда и любовь. Дорогие деточки, дорогие гости, сегодня у нас такой светлый и праздничный день. Мой сынок сегодня приведет невестку в наш дом. Мы очень рады. Пусть в вашем доме будет уют и теплота, терпение вам, уважение вам. А желаю вам большой-большой любви, большого семейного счастья, удач во всех ваших начинаниях. Я вас очень-очень люблю. Добрый путь, дорогие мои дети. Геннадий, я вас поздравляю. Наконец-то мы дождались. Чего ждали, сколько ждали. Счастливы. Семейный благополучие. Всего хорошего. Дорогие дети, Лаура, Ленар, сегодня ты входишь, я повторюсь, конечно, ты входишь в свою супругу уже в законном браке, законную супругу в дом. Конечно, ее долго не отпускают еще из дома. Сегодня проводы. Лаура, ты становишься хозяйкой, и я так думаю, ты будешь очень гостеприимной хозяйкой, несмотря на это. Любите друг друга, уважайте друг друга. Страстная любовь, она, конечно, пройдет, пока еще вы молодые. А уважение, терпение вам, я не знаю даже, что вообще желаю. Желаю всего-всего, чтобы вы сами себе сегодня желаете. Это еще как бы, наверное, как репетиция вашей свадьбы. Ваш праздник будет. И мы уже с Ленаром говорили, а какой мы будем день с годами отмечать? 4 ноября, сегодняшний день. Я говорю, пока вы молоды, отмечайте все эти дни. День знакомства, день законного брака, проводы невесты, и еще самую настоящую предстоящую свадьбу. Дорогие сваты, дорогая моя сестреночка и зять мой, желаю вам, чтобы вы их поддерживали. Они хоть уже и состоявшиеся, взрослые дети, но им все равно нужна ваша поддержка. Пусть они вас внимательно выслушают
и все равно сделают по-своему. Ребята, слушайте родителей, делайте все, как вам удобно. Совет да любовь. Дорогие Ленар и Лаура, я поздравляю вас с этим знаменательным днем. Желаю вам всего хорошего, чтобы вы жили долго и счастливо вместе. Не забывайте родных, помните. Всего хорошего. Дорогие Ленарий и Лаура, я поздравляю вас с этим днем. Ленарик, выбор хороший, красивый. Проживите так жизнь красиво и хорошо. Счастья вам и добра. Құрметті құдалар, жабылар, бүгінгі осы тойда Лаура мен Ленардың арқасында кездесе отырмыз. Бізде әдемі, құрметті той болып жатыр. Соған сізге рахмет. Лаурочка барған жерге бастай батып, судай сіңіп, бақытты Ленармен болыңдар екеуіңдер. Осы ұяда тек артыншымен қалар болсын. Дорогие Ленар и Лаура, в этой жизни мы все исполняем роли. И вот теперь вы вступили в новые роли. Тебе досталась, Ленар, роль мужа, а тебе, Лаурочка, роль жены. И я вам желаю, чтобы вы эти роли в этой жизни исполнили на 5. Как правильно подметила моя старшая сестра, она только не уточнила, сколько времени, но, как говорят психологи, 3 года это бушуют гормоны, любовь и страсть. И самый первый год это был самый тяжелый, потом это будет 7-й, чтобы вы это все прошли достойно. А после 3 лет наступает уважение друг к другу, и вы уже начинаете ценить не за красоту друг друга, не за какие-то физиологические данные, а за то, что вы есть на самом деле в этой жизни. Из чего соткан ваш характер. Я хочу, чтобы вы, вот сегодня мы смотрим и любуемся на вас. Я посмотрела на невесту и сказала: ты такая трепетная лань. И я думаю, и так же Ленарик на нее смотрит, какая она восхитительная, и какой мой племянник чудесный. И какой сегодня вам замечательный праздник, Лаурочка, устроили твои родственники. Так все приятно, гармонично, не чувствуешь никакого дискомфорта. Такие здесь флюиды ото всех идут. И чтобы в вашей жизни тоже такая же была гармония, вот какая сейчас присутствует на этом празднике. Я вам желаю счастья. Пусть в вашей жизни всегда будет зеленый свет, чтобы у вас мало-мало было препятствий, а если они будут, чтобы вы их могли легко преодолеть. В светлый путь. И всем присутствующим здесь здоровья и счастья. Дорогой мой любимый брат Лаура, сегодня важный день в вашей жизни, особенно для тебя, Лаура. Сегодня ты вступаешь в нашу семью. Желаю тебе, чтобы ты была гостеприимной, хорошей супругой для моего брата. А ты, Ленар, будь надежным плечом для своей любимой жены. Желаю вам всего самого хорошего. Я вас люблю. Я очень рада, что сегодня это случилось. Поздравляю вас с этим днем. Главное, не бойтесь, вы новички в этом. Так что добро пожаловать в семейную жизнь. За советом к нам уже годовалым можете обращаться. Что еще сказать? Здоровья вам, счастья. И не волнуйтесь, первый год это самый лучший год. Это самый веселый год. Ну все. Ленар и Лаура, от души поздравляю вас с началом новой жизни для вас. Год назад
Ленар был у меня дружком на свадьбе. Теперь вот уже через год я у него в гостях на свадьбе. Это очень классно. Желаю вам в будущей вашей жизни только успехов, только везения, только счастья, побольше здоровья, прибавления в семье, соответственно, поскорее будем воспитывать племянников и племянниц. Поздравляю вас! Дорогие Ленар, Лаурочка, поздравляю вас с этим знаменательным днем. Это прекрасно, что вы нашли друг друга. Я желаю, чтобы, самое главное, вы были здоровы ваши родители, близкие, чтобы в вашей жизни все было прекрасно, замечательно, мы вас любим. Всего хорошего. Дорогой Ленарик и Лаура, поздравляю от всей души вас с этим действительно знаменательным днем. Вот сегодня была такая замечательная погода, чтобы в вашей жизни всегда светило солнце, чтобы вы, Лаура, у нас очень замечательный племянник, и ты достался замечательный муж, он тебя действительно будет носить на руках. Вспомнишь мои слова, он у нас просто супер воспитанный, супер умный. Ты у нас просто супер наш ребенок. Поздравляю тебя. И тебя, Лаурочка, у вас все будет замечательно. Я вам этого желаю. Нарик, Лаура, поздравляю вас с этим днем. Хочу вам пожелать здоровья вам, вашим будущим детям, вашим близким. Благополучия вам, терпения и всего самого наилучшего в вашей новой семье. Ленар, Лаура, чуть-чуть нервничаю. Поздравляю вас. Пожелаю вам самое главное здоровья, фарта. Уважайте друг друга, любите. Вот. Детей побольше. 5, 6, 7, 8. Смотрите, как сами надумаете. Вот. Всего вам хорошего. Поздравляем! Ленар, Лаура и любовь. И чтобы у вас так всю жизнь было. Ну и так, и как вы люди к медицине так прямую относитесь, понимаете, что здоровье это главное. Да, я вам хочу пожелать, чтобы ваша семья была здоровой, все ваши родственники, и чтобы в семье у вас был здоровый климат. Будьте счастливы, здоровы. Бәрекелді рахмет құдалардың тамаша тілегі. Әлі құдаларымыздан ән сұрамай қойып, общий бір партия би болсын. Сіздерде хас қалмаңыздар, құдалармен бір партия билеп тастай қылы болса, кеттік қанеки. Тамаша би, баршалары ортаға биге шақырайық ағайын. Келіңіздер. Отырмайық. Келіңіздер болса өтем
майланбай, көңіл жайланбайды дейді. Сондықтан шамалы ас адамның арқауы деп астан алып отырыңыздар. Дегенменде астан атасы ет дейді. Сондықтан мынау ет келген кезде қасқырмен қазақтың масалығы болмайды деседі. Сондықтан қазақтың үлкен асы 5 барлап қалай айтсақ та табақ етті тарту дейік ағайын. Әлемдегі құрметті қонақтар, мынау ет жесең тісіңе, жемесең тісіңе кіреді дейді. Ас адамның арқауы дейміз, ас иесімен дәмді деп жатады. Мынау жалпы етті жегеннен емес, турағаннан сора дейді. Сондықтан ағаларымыз турап, жеңгелеріміз дәм ауыз тиіп болса, нұр үстіне нұр болады дейді ағайын. Қазір ғана айтқандаймыз, қазақтың өзі ет жеген кезде қасқырдың өзі ұялады деп жатады. Сондықтан баршаларыңыздың мазаларыңыз алмай, 1-2 минуттай үзіліс болсын, астаны алып отырыңыздар, астасына. Быстрее сделай. Конечно, это твоя доля. Это твоя доля. Здорово. Что зайка? А? Привет, Лаура поздравляет, Ленар, Лаура поздравляет. Говори. Скажи, Ленар. У меня все втих трот. Скажи, Ленара, Лаура, скажи. Что трот будет? Скажи, ага, Тате поздравляем. Ага, Тате поздравляем. Бәрекелді, әлемді мінекей құрметті қонақтар, астаны алып отырыңыздар. Мінекей мынау ет деп жатыр. Етке сорпа, бетке дейміз ағайын. Мынау той болғаннан кейін әзіліміз болады. Арасында әзілімізді айда отырайық, әзіл сөз күлдірмекке жақсы дейді. Мынау күлсең кәріге күл дейді, жасын береді деп жатады. Мынау кезінде дейді, бір үш әжеміз дейді, осындай бір табақ еттің үстінде бір-біріне мақтан жатса керек. Бірінші әжеміз айтқан екен дейді,
Ай осы біздің шалымыз жас күнде осындай бір табақ етті жалғыз өзі бірақ тауысып қоятын деп, денсаулығы сондай деп. Екінші әжемізде қағыс қалмай, әй сенің шалың шал емес екен, менің шалым жас күнде бір қойдың етін жалғыз өзі түгілімен жеп қояды деп. Содан не керек, үшінші әжеміз аңқаулы болса керек, асықпай орнынан тұрып айтқан екен дейді, әй қыздар, бір табақ ет, бір қой дегенде ол менің шалым жас күнде бір совхозды жалғыз өзі бірақ жеп қойған деп. Сол секілді мінекей, мынау әзілімізді айта отырайық. Дегенмен де ары қарай тілегімізді де жалғастыра отырайық. Әзіліміз тағы да ары қарай ойынымызбен бола жатар. Ал енді тамаша әнімен, сәнімен, биімен шығатын құрметті той түрінде отырған тағы да мына бүгінгі тойымызға дүрмегімен емес, аса құрметпен келіп отырған құдаларымыз, нағашыларымыз, тағы да аға жеңгелеріміз бар. Мынау толқыр есіл жағасы, көк майсалы сағасы дейді. 40 серкеш сыйлайтын тойға келді нағашы деп, нағашылар қауыммен, құдалар қауымын тағы да ортаға шақырайық. Бүгінгі қыздарыңыз Лаураның папасының нағашылары және құдалар дейді. Рұқсат болса, ерекше есімдерін атай кетейік. Төлеубек құдамыз бастаған және Гүлжиян құдағиымыз бастаған Зина жеңгеміз, Сұлушаш апайымыз сонау Ақтөбеден келіп отыр екен. Қайыргелді құда, Сұлушаш құдағи, Азамат құда, Зура құдағи және құдашаларымыз Қарғаш, Қарлығаш, Шаяхмет құдамыз, Бейбіжан құдағи және Ғазиз Батыл дейді. Майра, Сәкен, Әлеймәш, Фарида атты құдаларымыз, нағашыларымызды билетіп, той түрде шақырайық ағайын. Келіңіздер. Бастасын. Сөз кезек өздеріңізде. Ал құда-құдағи, бүгін үлкен той, немереңіздің бірінші қадам басталды. Бұдан былай шаңырағы шалпе берсін, кереген кені берсін, өріс қоныс көбе берсін. Енді бұл бір басталғаннан кейін ар жағы бірнесін бірі келе береді. Ал енді екі балаға мен айтайын дегенім бақытты болыңдар. Бүгінгі соққан жүректерің, махаббаттарың қолды көрпеш байланыстырудың мәңгі болсын. Істеген қызметтерің жемісті болсын, шаңырақтарың биік отағалар берік болсын. Абайдың ақылын берсін, Жамбылдың жасын берсін, Қажымқанның күшін берсін, Сәкеннің салтын берсін, Күләштің әнін берсін. Екі дүниенің аберін беріп, бастары ғам болып, дендерін сау болып, тең көрбінің алды болыңдар. Аллардан ар тұрсын, аттарына күн тұрсын, тілеген тілектерінде Алла қабыл болсын. Құрметті құда-құдағилар, қыз ұзату тойы құтты болсын, тойларыңыз тойғыласын. Лаура менен Вера бақытты болсын, дендері сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын, табыстары жемісті болсын, отанымызға Алла бейбітшілік беріп, халқымызға тыныштық берсін. Осы тойлар кейінгі балаларға бәрі жұғысты болып, баршаңызға зор денсаулық тілеймін, жанұяларыңызға бақыт тілеймін. Алла амандық берсін, той-тойға Алласа берсін. Құрметті қалай, алдымен мен өзім таныстырып кетейін. Мен Ақтөбеден келіп тұрмын, Бекештің жеңгесімін. Сапар дейтін ағасы болған Бекештің. Осы ауылдың өңірінде, Атбасар районында, осы Астанада туып өскен. Бірақ енді тағдырдың жазуыменен Ақтөбеден екеуміз кездесіп қосылғанбыз. Мен содан бері 50 жыл өмір өтті. 50 жылдың ішінде енді Сапар Ақтөбеде жалғыз болды. Жалғыз болып Бекеш оларды уайымдейтін еді, жалғыз кетті дегенмен деп. Дегенмен сол ағаларыңызды мен жалғызсыратқан жоқпын. 5 баласы бар, 4 қыз, 1 ұлы бар. 11 немересі, 4 шөбересі. Шаңырағын шайқалтқан жоқпын. Осы уақытқа дейін ұстап келдім.
Алланың тағдырыменен осы кеше 13-ші жылдың ноябрінде от дүниелік болып кетті ол кісі 75 жасына келгенде. Енді тағы да айтарым дегенім осы, онда көріп отырмын, өзі айтып жүретін еді жолдастары. Адамның туған жері ыстық болады ғой әр уақытта да. Шалқардағы 50 жыл өмір сүргенменен осы елін жұртын аңсайтын еді. Соның ішінде мынау недегі Байғарадағы Қиният дейтін жолдасы, оның өзі жоқ, бүгін інісі келіп отыр екен. Баттал дейтін жолдастары бар еді, соны көбірек айтып жүретін еді. Егер өзі тірі болғанда, бұл кісілерді көріп, шұрқырасып, амандасқан болар еді. Оның өзін жоқтатпай, осы мен барып қайтайын деп, мына келінім қасында тұрған, жаңағы 4 қыз бірілі бар еді ғой, сол бірілдің келіншегі. Бұның жаңағы бұдан жаңағы немерем бар, немереден 2 шөберем бар. Ер баладан, қыздардікімен бірталай енді шөберелер. А немереден 2 шөберем бар. Ал құрметті қалайық, осы тойға жиналып отырған бүкіл қауымға, бәріңізге де осы той құтты болсын деймін. Дендеріңіз сау болсын, кілең жастар қазірде той томалаққа келетін, жастар да осы біздер сияқты үлкен кісілер болып, немере сүйіп, немере сүймегендерін шөбере сүйіп, осындай жаңағы әр уақытта бақытты өмір сүре беруіңізге тілектестігімді білдіремін. Енді сонымен қатар осы тойдың иесі болып отырған, осы тойға себепші болып отырған, мына менің Бекешімнің өзінің жаңа тәрбиелеп өсірген немересі осы Ақжолға аттанғалы отыр. Ақжолың айналайын құтты болсын, денің сау болсын, қосағыңмен қосаға. Әрине айтып атырған ағайын тумалар. Үй болу оңай, үйлену оңай, үй болу қиын дейді әрине. Жаңа бір кісілер айтып отыр, 3 жылға дейін жаңағы адам не білмейді, 3 жылдан кейін біріңді-бірің түсіне бастайсыңдар деп. Міне осы 3 жылдың ішінде біріңді-бірің түсініп, шаңырақтарын шайқалтпай, екі жақтың да жаңағы тату болуына сендердің жаңағы себептерің тигізеді деп ойлаймын. Енді айналайын Бекеш Дәулетбек, осындай балаларды өсіріп, осындай кенелге келтіріп отырған әрине сіздердің рақатынан, өз сіздердің нелерін. Әрине қазақта мақал бар ғой. Жасыңда берген несібең, қартайғанда несібең дейді. Міне жастарыңызда берген осы 4-5 баланы тәрбиелеп өсіріп, оның ішінде осы немерені өсіріп отқан Дәулетбек Бекеш әрине сіздердің арқаларың. Міне осылар дендерің сау болып, осы балаларының қызын әлде көре беруіңе Алла тағала жазсын деймін. Дендеріңіз сау болсын, 2 бала бақытты болыңдар, 2 жаққа да мейірімді болып, 2 ортада жаңағы дорба қатынасы үзілмесін деймін. Бақытты болыңдар. Рахмет айтқаның келсін. Енді мен Лаура қолын немерем, немере болсын. Жейтін бақытты бол, баянды бол барған жерде. Әкенің көрмегеттен қызығын, жасын сен жасайтын бол. Мен тілейтінім мынау, атаң мен әжемдей екеуі елден артық татулық өмір сүрді. Солардың өмір жолын берсін сендерге, біздің өмір жолымыз берсін. Ар жағын енді өздерін, ол тұрмысты өздерін қолынан жасай аласыңдар. Ешкім жасап бермейді. Сондықтан ешқандай қиыншылық берілмей, еліміздің құрметті бір азаматы болып, бізге қуаныш әкеліп, біз әр уақытта немереміз бақытты болып қуанып жүре берейік. Бақытты бол бұның. Ал Лаура Рина, сендерге бүгін үйлену тойларына келіп отырмыз. Осы Зорден ашқан тілеймін. Ринат Дасаев деген секілді атақты не болатын хоккеист. Сол секілді Зорден соңғы ашқан тілеймін. Әрқашанда осылай жолдас жолдарыңыздың арасында ойнап жүре беремін. Сол бір кез есімде жағасы болақтың, айлы жаз кешінде сырласқан ұзақтың, сүйкімді бейнеңді жүректе сақтаймын. Ұмытып қалдым. Құдай мұнда той құтты болсын, 2 жасы бақытты болсын, аспандар
ашық болып, жолдары ақ болсын, сол бір күн түсінетін болсын, жұмыстары жемісті болсын, бақытты болсын. Құрметті құда, құдағайлар, құдағалпауым, осы біздің Лаура мен Ленаның үйлену тойы құтты болсын. Бақытты болыңдар, шаңырақтарың биік болып, мысаларың берік болсын. Осы Дәулетбек құдамызбен Бекеш құдағайдың немерелі үлкен той жасап отырсыздар. Осылай той-тойға арнамай жалғаса берсін. Барлығыңыз бақытты болыңыздар. Құрметті ағайындар, туған туыс, құда-құдағи, жаңа алдындағы сөйлегендердің бәрінің айтқандай, сіздің ауылда үлкен қуаныш, үлкен той. Айтады ғой адамдар, артында болса, дүниенің бәрінің жоқтығы, адамның жоқтығы білінбейді деп. Тәуба, өздеріңіздің қолдарыңызды Лаураны өсірдіңіздер, жеткіздіңіздер, тәлімдеп, тәрбиелеп, баптап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, осы кәдімгідей үлкен азамат етіп өсірдіңіздер. Біз енді осы құда болғаннан бері менің Лаураны білетінім, сондай аяулы, әдемі, шын көңіл, шын ниетімен айтатын нәзік жанды, тамаша қыз бала. Сол қыз бала мінекей өміріне лайықты үлкен азаматты таңдап отыр. Сондықтан да біз соған қуанамыз. Лаураны жалғыз сіздер емес, өз қоршаған сіздің барлық ұлдарыңыз, келіндеріңіз, қыздарыңыз барлығы түгел баптап, кәдімгідей үлкен азамат етіп өсірді. Лаура қандай ер азаматқа лайықты іс атқарып жүр. Үлкен ағасына жағы, үлкен апа сияқты, қалған балаларға үлкен тәте сияқты. Қай уақытта болса да ақылын беріп, үндемей ғана нәзік жанды әдемі бала. Сондықтан Лаура, Ленар айналайын. Аман болыңдар, дендерің сау болсын. Құдай жаңа осы айтқан көр адамдардың бәрінің тілегін қабыл етсін. Құдай сіздерге сонау жақтан Талдықорғандағы құдаларыңыз сәлем айтып жатыр. Зәурештен тілеген де енді мына қыс ортасы келуге жағдай бірде келеді. Біз енді өкіл ретінде осында мінекей қос құдашағымыз бар, мен бастаған құдаша бар. Солар барлық жақсылықты жеткізіп жатырмыз. Әр уақытта қуаныш той болсын. Жаңа айтып жатыр ғой, немеренің тойы басталды. Сол той ары қарай жалғаса берсін. Сол тойдың төбесінде әр беріп, нәр беріп, үлкен бәйтеректей болып, құда-құдағи сіздер отыра беріңіздер. Сол сіздердің көлеңкелеріңізде бәріміз бірге сол қуанышты тойлайтын күндер көп болсын. Дорогие сватья, вам так повезло, вы сегодня с Лохи берете такую нашу красавицу. Она красавица не только внешне, а в душе. Она такая нежная, такая ласковая, такая, ну как сказать, она дружелюбная. Она может уважительно относиться ко всем. Никогда я, например, столько лет не слышала, чтобы она подняла голос, там выше где-то на полтоны или там чуть меньше. Так спокойно она глазком, мигом может передать все свои согласия, несогласия. Поэтому, пожалуйста, берегите такую девочку нашу, берегите нашу Лауру, и пусть она всегда будет порхать, всегда летать вместе с Ленаром. И Ленару повезло, что такая у тебя будет жена. Потому что она для тебя может быть прекрасной опорой. Прекрасной не только дома, и на работе, если вместе работаете. Если нет, так в работе, в любой раз она все вопросы всегда может спокойно решать. Сондықтан да вам повезло, радуйтесь такой вашей снохой. Но родственники, я ничего не скажу, они и Лауру, и Ленара могут постоянно опекать, постоянно помогать, постоянно всегда поддерживать во всем. Они всегда готовы. Вся семья вот наших сватов, прекрасные дети, и ребята, и вот одна вот девушка их, и одна девица, красавица, остальные снохи, сыновья,
они только будут вам помогать. Поэтому пусть в этом будет взаимоотношение у вас уважительно друг к другу и всегда знать место каждому из них и каждому из вас. И дай Бог вам всем здоровья, чтобы все мечты, желания Лауры, все мечты, желания отца Лауры исполнилось в вашей семье. Пусть будет всегда прекрасно. Этого мы желаем. Дай Бог всем здоровья. Құрметті Тош қауым, жағынан мен енем, мен мамам айтып кетті, біз Ақтөбенің өнерлерінен келіп отырмыз. Көп үлкен сәлемдемемізді келіп отырмыз. Осы апа мен ағаның немересі Ақжолға шығып жатыр екен. Құтты болсын тойларыңыз тойға ұлассын. Осы жаңадан құрылып жатқан шаңырағың биік болсын, балалар. Сіздерге тек бақыт тілеймін. Не зря я думаю, что ваши имена начинаются на букву «Л». Пусть ваша любовь будет всегда крепкой и никогда не гаснет. Я вам желаю счастья, чтобы вы всегда ценили друг друга, уважали. В жизни столько трудностей, конечно. Я думаю, что если вы будете держаться за руку, вы преодолеете все трудности, и у вас будет все прекрасно в вашей жизни. Желаю вам счастья. Бәрекелді, ала, қоса саламыз дейді. Бәрекелді, ақтілектеріңіз қабыл болсын енді ең алдымен осы той иесінің арнайы тойдан толықтай дейді аға. Мынау, Сәкен ағамызға тамаша ән үшін галстук деп жатырмыз. Той иесінің арнайы сізге батырғысы. Қошымен сауып қойыңыздар. Ал енді ағамыздан бір тамаша ән сұрайық мінекей. Настоящий мужик дейді, должен быть усатый и позатый дейді ағамыздан мінекей. Лаура сағананы бір ән деймін. Балауса күзедің бір кезде шашыңа ақбайтыр байлаған өзгеріп кетіпсің бұл күнде көркіңе көз тұста ойланам нұрлы бейнең қандай жарқын арманысың қандай жаным шынарымай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай жол жатыр шақырып алдыңда өмір тұрғысын шақтығым бермеймін бойжетіп қалдың ба шашыңда ақбайтыр жоқтығым нұрлы бейнең қандай жарқын арманысың қандай жаным шынарымай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай. Бәрекелді ағамызға бір қошемет соқтайықшы мінекей. Қайшыртқымен аға, сіздің қаламыңызға бағанадан көзім түсіп жатыр, сондықтан мынау той иесіне арнайы подарок болсын. Тағы да сізге қаламға қалам қосайық. Осылай әніңізді жалғастырып жүре беріңіздер. Ал рахмет, той төмен жайғасыңыздар. Рахмет. Өзінің әлгі жаңа отау, жаңа үйіне бармақшы. Ол ақ босаға, алтын босаға болсын, ақ босаға болсын. Құдаларыңыздың арасында біріне бірі алтын көпір болсын. Сондықтан да міне құдай сіздерге арнап, жастарға арнап бір ән айтып берейін, бір шумағын. Қыз аттанған келін бол, ақ босаға, мерейлі бақ босаға, қасиетті халқымның дәстүріне куә болып ғасырлар жатқарасың. Той шіркін қазақтың келіндері, гүлдәрия секілді пейілдері, бір шаңырақ келінсіз көтерілмей, бір кереге келінсіз керілмеген. Қария
жақсы дәстүр, ізгі тілек, жақсы ойлар, ұрпақтарға жалғасып келеді екен. Той, той, шіркін, қазақтың келіндері, күлдәрия секілді пейілдері, алысын тату болса, ас көптеген мақалдың айтылуы тегін мені. Алысын тату болса, ас көптеген мақалдың айтылуы тегін деді. Айналайын барған жерінде тамаша алтын келді. Енді рахмет, келіңіз әже. Келіңіз, мұны сізге той иесіне арнайы подарка. Енделеп айтқанда былай тұрсаңыз жарасады. Жан-жақтылы әжіміз, қажет қойын партияның адамы ғой. Туған шапалақ соқ қойыңыздар қанекей. Ал енді құрмет қонақтар, Гүлжамал әжеміздің тілегін тыңдайық қанекей. Ағайындар, туғандар, бауырлар, бағылар. Құда-құдағилар, бүгінгі той осы біздің қаламыздың нақты күнде тұрған бүкіл қазақтар жақсы көретін жерде өтіп. Бұл ауылдың атын өздеріңіз білесіздер, мен атын айтып қояйын. Осы ауылдың халықтың көрген бақыттарының бәрін сен екеуінің басына бердің. Денсаулықтарың мол болсын, өмір жастарың сақ болсын, балапандарың мол болсын, еңбектерің жемісті болсын, біріңді-бірің бүгін қалай қатты сүйіп қосылдыңдар, өмір бойы осы махаббат сақталсын. Бүгін ғана қосылғандай болатын болыңдар, әрқашанда ешқандай ашу, реніс отбасыларында болмасын. Босағаларың берік болсын, шаңырақтарың биік болсын. Елімізде халқымызда тыныштық болсын, тоқтық болсын, достық болсын. Отбасыларында әрқашан амандық болсын. Еңбектерің жемісті болсын. Халыққа сыйлы болыңдар. Ата-анаға жақсы, ыстық, сүйіспеншіл болатын болсын. Екеуінің арасындағы өз алдына ата-аналардың да махаббаттары сендерге, сендердің махаббаттары атаға әрқашанда жұғымды болсын. Ал үйден тек қана балалардың баласы болатын болсын. Күлі ойнап жүрген бекет екеуіңізге маза бермейтін болсын, көмектесетін болсын. Елімізде халқымызда жаңағы айттым, тыныштық болсын, достық болсын. Бүкіл ағайындар, туғандар аман болсын. Тек қана қызық қуанышта, ойын тойда кездесуге аман болсын. Әмін айтқаныз келсін неге? Әмін айтқаныз келсін. Ал енді құрмет қонақтар осы тілектің құрметіне алып көріңіздер, құйдыртып, алдыр болыңыздар. Ал енді ондай болса, тағда келесі өнерпаз, биші, мың бұралған қыздарыңызды ортаға шақырып қойайық. Қазақ биімен білес, шоу балет ансамбль ағайындар. Шақырып қойыңыздар, қошемет шоу қойыңыздар.
Досың үшін тұрасың ба, Динар үшін? Бәрекелді, тұра беремін деп қояды. Ал енді қазір бір тамаша ойын болады. Мына бір пакет приз той иесінің атынан қазір сол ойынға қатысып, дұрыс жауап берген қонақтарымызға таратып отырасың. Сеніңнен көмек сол болады. Кассаның бастығы сенсің, дұрыс ма? Складтың бастығы өзің. Ал енді бұл тамаша ойын тойда жүрген ағаларымыз, жеңгелеріміз болса көріп жүрген болар. Мына көріп жүрген сериалдарымыздан бір үзінді болады. Сол қандай фильм? Айғайламай, шоламай, тек қана қол көтереміз, қасыңызға жетіп барамыз, сұраймыз, жауап бересіздер. Ал енді көрейік, бірінші сериал, қандай фильм, кім білет, қол көтереміз. Кеттік, майысты. Бәрекелді жеңгеміз, ең бірінші қол көтерген жеңгеміздің есімі кім екен? Служебный роман. Служебный роман дейді. Дұрыс, бәрекелді. Тұғыл шабалақсау қойыңыздар, служаш жеңгемізге ғана кей. Бәрекелді. Ал енді келесі фильм. Қарындасымыздың аты кім екен? Фариза, ыстық ұя. Ып-ыстық ұя дейді. Дұрыс па? Бәрекелді. Шабалақ қошемет қайда болсын деді. Бәрекелді, ыстық ұя дейді. Ал енді келесі фильм. Ой-бай, мына жақта бірінші кеп тұр. Атыңыз кім? Айжан апайымызға бригада дейді. Дұрыс, бәрекелді, қошемет сауып қойыңыздар қазір. Осы стол полный бір бригада отырғанымыз дейді. Ал келесі фильм. Ағамыздың аты? Еркін. Бумер. Бумер, черный бумер дейді. Қошымен шабалақ сауып қойыңыздар ағамызға. Галастық кәдеме. Бәрекелді. Қол көтереміз, кімді көреміз, оған барамын. Ал кеттік, келесі фильмді көрейік. Атыңыз кім? Аяжанға тұғыл шабалақ ағайындылар деген ауыл жақтан естіп қойды. Бәрекелді. Ат салысып отырайық қанеки. Келесі фильм. Сіздің лимитіңіз бітті уже. Ойбай. Сіз мен бітесіз. Жоқ, атыңыз кім? Лейла. Тұғыл шабалақ салып қояқшы қанеки. Қошымен шабалақ қойыңыз. Алла, жоқ кетті. Айғайламай, жай қол көтерсек жетеді, көреміз. Ал, келесі фильм. Қараймыз қазір. Көрдім. Ағайымыздың аты? Бақытжамал Алдар көзі дейді. Қошеме шабалақ соқ қойайық кәдеге. Ал енді келесі фильм. Красный абрикос тұрады. Атыңыз кім? Бақыт. Береге автомобиль дейді. Дұрыс па? Бәрекелді, дұрыс. Қошеме соқ қойыңыздар. Бақытжамал апайымызға қанеки. Кәдімгі бәріміз таласып отырмыз. Не істейміз еді? Үйде істейтін шаруа жоқ. Сериалдың бәрін жібермейміз. Ал келесі фильм. Бұрынғы кинолардан өзінде. Рахмет. Бәрекелді, дұрыс емес. Ойбай, тақырып қошемет соқ қойыңызшы қанеки. Падар көзіңізге болсын, қошемет шабалақтарыңыз қанеки. Ал соңғы бір екеуі болсын, тыңдайық. Қол көтерейік. Сізде Дениз көресіз ба? Бәрекелді, қошемет соқ қойыңызшы, бірден білдік ағамыздың Дениз деп тұрғанын. Бәрекелді. Дениз еркектер көреді деп кім ойлаған. Әрине, Қалжан, ал келесі бір соңғы бір фильм болсын, тыңдайық. Рахмет, атыңыз кім? Гүлмира. Қандай фильм? Келін дейді. Анан дейдің байының аты кім?
Енесінің аты кім? Кальяни дейді. Бәрекелді, Кальяниден саған подарок береді. Бәрекелді, қошемет соғып қойыңыздар ғана кейін. Ал енді мына жерде бір әдемі желпігіш бар екен. Осыны өзің халықтың көзінше қыз жолдасқа бересің ба, жоқ өзің ұнатқан бір қызға бересің ба неге? Халыққа көрсетіп қыз жолдасқа беріп қойсаң болады. Келесі той саған берсін. Қошемет соғып қойыңыздар ғана кейін подарок болсын арнайы. Жігіт жолдастар. Бәрекелді. Ал енді бүгінгі тойларыңызда өнерпаз, әнші, биші